Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар? Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығының көрме залына қош келдіңіздер. Бірінші бөлікте Орхон-Енисей жазба ескерткіштері және түркі дәуіріне қатысты Орхон-Енисей руна жазуы, яғни 35 әліпби. Онан кейінгі тасқа қашап күлтегін ескерткіштері. Сонымен бірlikte түркі дәуіріне қатысты отандық ғалымдар мен шетелдік ғалымдардың еңбектері қойылған. Екінші бөлікте ислам мәдениетіне қатысты ислам заңдары, шариғат ілімдері, фиқ заңдары қатысты сирек қолжазбалар қойылған. Үшінші бөлікте қазақ хандығы кезеңіндегі жазба деректерге Әбілқайырдың, Абылай ханның, қазақтың тарихи тұлғаларының еңбектері қойылған. Төртінші бөлікте қазақ тарихына қатысты сирек басылымдар қойылған. Бұнда соттар жинағы, абзорлар, Ахмет Байтұрсынның төте жазу әліпбиі, латын әліпбиіне қатысты оқу құралдары қойылған. Бесінші бөлікте ұлы дала ойшылдарына дүниенің екінші ұстаз атанған Әл-Фараби бабамыз бен қазақтың ұлы ақыны жазба мәдениетінің негізін қалаған Абай Құнанбайдың құнды дүниелері қойылған. Ұлттық орталықтың көрме залына 190 құнды жәдігер қойылған. Біз құнды жәдігерлерімізді оқырмандардың сұранысы мен қонақтардың талабына байланысты жаңалап, қайта құрып, толықтырулар, өзгертулер қосып отырамыз. Назарларыңызға рахмет. Аман есен болайық.